карта желаниеге әлі сеніп отырсың ба? Әлде Алладан әлі бірдеңе түсер ау, бір жерден бірдеңе келер ау деп сеніп отырсың ба? Егер сеніп отырсаң, онда отыра бер, бұл видео сен үшін емес. Ал егер өмірімді мен өзгертсем, 2025 жылы мен алдыға шығам деген ойларыңыз болса, ары қарай осы видеоны тыңда. Сәлем достар, менің атым Гүлсім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода 2025-те жаңа деңгейге шығу жолдарын айтып беремін. Бірінші нәрсе, сіз ең бірінші миыңызда өзіңіздің өміріңіз сіздің қолыңызда екенін түсінуіңіз қажет. Сізге ешкім келмейді, ешкім көмектеспейді. Егер сіз Алладан әлі тілеп отырсаңыз, ештеңе өміріңізде өзгермейді. Соңғы бірнеше жыл қалай болды, осылай ештеңе істемесеңіз, келесі 3-5 жыл тура осындай болады. Жаңа нәтиже алу үшін, жаңа деңгейге шығу үшін сіз жаңа әрекет істеу керексіз. Өйткені алдыңғы 3-5 жыл бойы істеген әрекетіңіз қазіргі кезде отырған орныңызға алып келді, дұрыс қой. Жаңа деңгейге көтерілу үшін бірінші сіз миыңызда шешім қабылдауыңыз керек. Мен бұл орында қалмаймын. Келесі жылы мен жаңа жетістікке жетем, жаңа деңгейге жетем деп өзіңіз сөз беріп қолыңызға алу керек өміріңізді. Ал шештік делік. Егер мен жаңа деңгейге көтерілем, бірақ ары қарай не істеймін десеңіз, онда ең бірінші нәрсе ескі нәрседен құтылу. Ескі нәрсе біздің ол тек материалдық нәрселер емес, айналамызда қоршап тұрған. Сонымен қатар мүмкін сіздің сізді төмен тартатын досыңыз шығар. Мүмкін сізді өсек айтып отыратын, жаныңызда отыратын әріптесіңіз шығар. Мүмкін сізге жалобасын айтып, сіздің энергияңызды сорып алатын бір құрбыңыз шығар. Ойлаңызшы, немен айналаңызды не қоршап тұр? Қандай адамдар қоршайды? Сіздің алдыға жылжытатын адамдар ма сіздің айналаңызда? Әлде сізді артқа тартатын адамдар ма? Айналаңызда қандай адам қоршап тұр? Мен қандай өзіме болашақ деңгейге жеткізбейтін қандай нәрселермен айналысып жатырмын деп ойлануыңыз қажет. Мүмкін сіз жұма күні жұмыстан келіп отырып, бір корейский сериал көресіз. Оны көре бересіз, ол сізді жаңа деңгейге көтере ала ма? Сіз қазір қандай нәрсе істеп жатырсыз өзіңізді жоғары көтеретін? Жаңа нәрсені үйреніп жатсыз ба? Әлде ескі, керек емес, продуктив сіз нәрселермен айналысып жатсыз ба? Соның бәрін ойланып, керек емес нәрселерден өміріңізде құтылуыңыз қажет. Ескі нәрсені кетірсеңіз, жаңа нәрсе келеді. Ал егер сіздің өміріңіз, айналаңыз бәрі ескі, керек емес, продуктивсіз нәрселермен қоршалған болса, жаңа нәрсе келейін десе де сізге келе алмайды. Көп кезде біз жетістікке жетуден іштен қорқамыз. Өйткені бір жағынан болады, ой, менің достарым не ойлайды деп ойлайды. Немесе, ой, менің мысалы үйде жанұям, мен өзгеше болып кетемін деп қорқады кейбіреулер. Сол қорқынышты жеңу сізді артта ұстап тұр. Сол қорқыныш сізді артта ұстап тұр. Егер біз қорқынышымызды жеңе алсақ, онда сол жерде барлық өсу сол жерде жатыр. Негізі қорқыныш деген жақсы нәрсе. Өйткені сіз үлкен мақсат қойғанда өзіңізге, сол қорқыныш болмаса, аздап қана қорқыныш болмаса, онда ол мақсат үлкен емес ау. Сіз үшін ол үлкен болмауы мүмкін. Егер мен мысалы өзімнің қорқынышымды жеңіп шетелге оқуға бармасам, мен өзімнің мансабымды құра алмас едім. Мысалы мен магистратурадан кейін Қазақстанға оралдым. 2 жыл жұмыс істедім. 2 жыл бойы жұмыс істегенде, бірінші жылы оқып үйрендім, ал екінші жыл түсіндім, ары қарай осылай бола береді. Өйткені жұмыс қайталана береді. Бір нәрсені басында үйреніп алған нәрсені қолдана отырып, сен өзінің орысша зона комфорта дейді, сол жерде қала бересің, ары қарай ештеңе өзгермейді. Сол есімде 2-ші жылы мен нақты соны анық түсіндім де, бірдеңе істеу керек деп шештім. Бірақ отырған жерім сондай жақсы, бәрі үйреншікті, ары қарай тағы да бір жерге жылжығым келмейді. Өте қиын. Қайтадан шетелде 6 жыл болдым оған дейін. 2 жыл Қазақстан енді келіп тұрам дегенде, тағы да алысқа кеткім келмеді. Бірақ сол кезде өте үлкен қорқыныш болды. Ары қарай мен түсіндім, мансабымды өсіру үшін маған докторантура PhD керек болды. Мен сол қорқынышымды жеңбесем, шетелге қорқып қалып бармасам, онда мен қазір мансабым осындай деңгейде болмас еді. Айтқым келгені ол үлкен нәрсе болғанда, сіз жаңа бір деңгейге шығарда қорқыныш болады. Егер қорқыныш болмаса, ол сіздің мақсатыңыз сізге
жеткіліксіз деген сөз, кішкентай деген сөз. Сондықтан кішкене қорқыныш болған өте жақсы. Сол қорқынышты жеңе отырып сіз жаңа деңгейге көтерілесіз. Шаған ортаңызды жөндегенде, қорқынышыңызды жеңгенде секіріп ары қарай жүріп кетуіңізге оңайырақ болады. Мысалы, кітап бар, жеңімпаз эффекті деген. Жеңімпаз эффекті деген кітапта айтылады, жеңетіндер жеңе береді, жеңілетіндер жеңіле береді. Неге? Егер сіз кішкентай жетістікке жеткенде, ары қарай келесі жетістікке жету оңайырақ болады. Ол адамның психологиясы, біздің психология солай жаратылған. Ал егер біз бір жолымыз болмай қалды, қорқып қалып, бірдеңе қолымыздан шықпады, келесі рет ары қарай жылжу одан да қиын болады. Бірақ психологияңызға қарай, өзіңіз қандай адам, кейбір адамдар рискке секіріп кететін адамдар болады, кейбірлер кішкене ойланып, алдын ала пландап, сондай сосын жаңа нәрсеге жылжитын адамдар болады. Сіз өзіңіздің психотипіңізге байланысты ойланып, сол арқылы ары қарай жылжыңыз. Мысалы, егер сіз секіріп кететін адам болсаңыз, мүмкін сіз кішкене ойланып пландауыңыз жөн. Ал егер сіз тым көп пландайтын адам болсаңыз, сол қорқынышыңызды кішкене жеңіп, ары қарай мен істеп кетемін, сосын көремін деп кішкене өзіңізді итермелеңіз. Өйткені сіз ұзақ ойланып отырғанда басқа адам секіріп істеп кетті, ары қарай оған оңайырақ. Сол бір жеңгеннен келесі жеңіс оған оңайырақ келеді. Ал сіз ойланып бір жерде бұғып отырғанда, ол одан ары сізге тартып, сіз өз-өзіңізге ренжисіз, мен сол кезде істеу керек едім деп. Зарплатасы 100 мың болатын адам, ол 1 миллион оған қолына түссе де, ол 1 миллионды қалай қолданылатынын білмейді. Өйткені оның санасы басқа деңгейде. Сіз 1 миллион немесе жаңа деңгейге шығу үшін сол деңгейдегі адамдар сияқты санаңызда өзгеру қажет. Ол сананы өзгерту үшін бізге жаңа әдеттер және жаңа қабілеттеріміз болу керек. Сондықтан сіз өзіңіздің жаңа ауызша идентичность дейді ғой, сол өзіңіздің жаңа идентичностіңізге бір қадам жасауыңыз қажет. Мен осыдан 3 жыл бұрын өзіміздің көңіл-күйіміз жақсы болу үшін біз физикалық тұрғыда да жақсы сезінуіміз қажет қой. Мен сол кезде өзіме сөз бергем. Мен өмір бойы спортпен айналыспаған адам, енді мен спортпен айналысам, жаңа қандай әдет енгізсем болады, өзіме болашақта жақсы нәрсе істейтіндей қандай нәрсе енгізгім келеді деп ойлағанда, мен спорт деп шештім. Сосын спортқа, жай спорт залға аптасына 2-3 реттен барып, жаңа әдет енгізе бастағанда өмірім толық өзгерді. Сондықтан ол жаңа жақсы нәрсе мүмкін спорт сізде. Әлде спортпен айналысып жүрсеңіз, мүмкін жаңа бір курсқа жазылу, мүмкін ұйқыңызды дұрыстау. Сол барлық жақсы нәрселерді енгізе бастаңыз. Сіз жаңа адам болам деп шештіңіз, жаңа деңгейге шығайын деп жатырсыз, бірақ пландаусыз, жоспарлаусыз ештеңе де болмайды. Жоспарлаудың қажеті өте зор. Ешқандай ғимарат алдын ала жоспарлаусыз жасалынбайды. Ол егер алдын ала планы болмаса, еш нәрсе бітірілмейді. Сондықтан мен бастап көрем, ары қарай көре жатамыз дегенде, мүмкін сізде бірдеңе шығады қолыңыздан, бірақ жоспарлауыңыз болса алдын ала, ол соңғы мақсатыңызға жету ықтималдығы өте зор болып келеді. Қандай мақсатыңыз болса да, сол мақсатыңызды бірінші анықтап алу керексіз. Тура не керек екенін білуіңіз қажет. Егер не керек екенін білмесеңіз, уақытыңызды алып, ұзақ созбай бір нәрсемен бастап кетуіңіз жөн. Бастап кеткенде сіз мүмкін ол нәрсе сізге ұнамайды, бірақ сіз не ұнамайтынын түсінесіз. Ол 99 есік жабылғанда бір есік сіздікі болады. Егер әр нәрсені көріп, сосын табам десеңіз, онда сондай мақсатқа жету керек екенін солай шешесіз. Ал егер сіз уже біліп тұрсаңыз, не ұнайтынын, мысалы, қандай жаңа проектпен айналысам, немесе не істеймін осы жылда, мысалы, өзімнің жеке жетістігіме жетемін деп бір мақсат қойсаңыз, оны алдын ала жоспарлайсыз. Жоспарлау үшін оны соңғы ол жетістікке жеткенде мен қандай адам болам деп ойланыңыз. Ол адам қанша ақша табады, ол адамның айналасында қандай адамдар болады, ол адам өзін-өзі қалай ұстайды деп өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Сұрақ қойғаннан кейін сол қасиеттерге сіз уже иесіз деп сезініп жүрсеңіз, сіздің ол мақсатқа жетуіңіз өзінен өзі оңай келеді. Күшсіз, қатты күш салмай, тек өзіңізге ұнайтын әрекетпен айналысып, өзіңізге ұнайтын нәрселермен айналысқанда, ол мақсатқа жету жолдары өзінен өзі ашылады. Неге? Ол визуализацияға байланысты. Визуализацияны, мысалы, көбісі айтады, ол эзотерика сондай деп. Бірақ шындығында ол біздің мидың жұмыс істеуіне байланысты нәрсе.
біз соңғы жетістікке, мысалы мақсатыңызға жеткенде сіз қандай эмоция сезінесіз, соны алдын ала визуализациялағанда бізде мидағы нейрондар бір-біріне сигнал жіберіледі. Ағылшынша neural pathway дейді, яғни жаңадан нейроннан нейронға берілетін жаңа жол ашылады. Бізде ми ылғи өзгеріп тұрады ғой, ылғи жаңа извинениялар пайда болып тұрады біз жаңа информация үйренгенде. Соның бәрі біз визуализациялағанда, ойлағанда, ол жетістікке жеткендегі бір сурет елестеткенде және эмоциямызбен сезгенде бізде жаңадан нейрондық қатынастар пайда болып, біз миымызды ары қарай дамытамыз. Біз ұйықтағанда да біздің подсознание жұмыс істей береді. Сондықтан біз миымыз сол мақсатқа байланысты жаңа информациялар бізге келе бастаған сияқты. Шындығында оның бәрі біздің айналамызда жүрген нәрсе, бірақ біз мақсат қойып визуализация жасағанда ол нәрселер бізге енді көріне бастайды. Шындығында ол болған нәрсе, ал біздің ми сол нәрсені табу амалдарын іздей бастайды. Сосын сізге көрінеді, ол өзінен өзі пайда болған нәрсе. Шындығында ол сіз бірінші мақсат қойдыңыз, оны визуализацияны өткіздіңіз, және де мен осыны істеймін деп өзіңізге сенімділікпен сөз бердіңіз. Сосын бізге сыртқы ортада бізге көмектесе бастайды. Мен бұны істей алмаймын, мен оған жете алмаймын деген сөздерді біріншіден өзіңізге айтпауыңыз жөн. Өйткені бізде негативтік ойлар позитивті ойлардан гөрі неше есе артық күшті болып келеді. Сонымен сіз өзіңізге бір жақсы нәрсе айтсаңыз, және де бір жаман нәрсе айтсаңыз, сіз жаман нәрсені жою үшін сіз көп еңбектенуіңіз керек. Өйткені табиғат бізді сөйтіп жасаған, сыртқы ортада біздің ата-бабаларымыз бұрын, мысалы аңнан қашқанда біз әрқашанда негативті нәрселерден сақ болып жүретінбіз. Біздің ми солай жаратылған, негативті нәрсе болса, біздің ми бізді сақтап қалғысы келеді. Сақтап қалу үшін ағылшынша better safe than sorry дейді. Сақ болған, сақтықтан артық ештеңе жоқ дейді ғой. Сол сияқты негативті нәрсе болғанда біз оны қатты қабылдаймыз позитивті нәрседен гөрі. Сондықтан біз мақсат қойғанда өзіңізге қаншалықты менің сенімділігім жоқ дегеннен гөрі аффирмациялар арқылы өзіңіздің миыңызбен жұмыс істеуіңіз жөн. Бұрын көп презентациялар беретінмін, PhD кезімде, PhD докторантура оқығанда, оған дейін де жұмыс бабымен көп презентациялар. Басында презентация бергенде, университетте оқып жүргенде, мысалы сабақта да өте қорқып, қобалжитынмын. 4-ші курста ма бір үлкен, мен өзім инжиниринг оқығандықтан, ылғи бізде презентация көп бола бермейтін. Бірақ 4-ші курста мен бизнес сабағын алу керек болды. Сол кезде ал бизнес оқитын студенттер, олар презентациясы өте жиі кездеседі программасында. Сол кезде мен сезгенім, егер мен бұл презентацияны жақсы жасамаймын, маған бәрі күледі деген ойлар туғанда, оны бірден ұстау керек. Сіз сол ой келгенін ұстап алсаңыз, ол 50% жеңіс деп есептей беріңіз. Егер сіз өзіңізге накручивать дейміз ғой, программалайсыз миыңызды. Егер мен маған күледі солай десеңіз, сіздің ми программалайды да, соған сене бастайды. Ал егер сіз жоқ, мен бұл презентацияны жақсы жасаймын, соңғы мақсатым қандай, соңында презентация жақсы өткенде қандай сезім болады менде деп елестеткенде, ертеңінде шындығында да сол презентация тура елестеткенде өтетін болады. Бұл үшін, мысалы, Хосе Сильваның 3 картинки деген методы бар, соны қолдансаңыз болады, егер өзіңізге сенбесеңіз. Бірінші, сіз ұйқыны жаттарда немесе таңмен оянғанда көзіңізді жұмып, сол проблемаңызды елестетеңіз өзіңіздің мақсатыңызда бірінші суретте. Сосын ол сурет, ол экран 15 градусқа солға жылжиды да, сіз ол проблеманы қалай шешіп жатқаныңызды елестетесіз. Мүмкін бір ғана әрекет жасадыңыз. Мысалы, сізге бір конференцияға публикация жазу керек, сіз бастамадыңыз, бірақ сол екінші суретте сіз сол бірінші жазуыңызды елестетесіз. Сосын 15 градус тағы да солға бұрып, сол мақсат жеткенде сіз қандай сезінесіз, қандай сурет пайда болады. Сол суретті елестетесіз де сонымен ұйықтап қаласыз. Соны таңмен де қайталауыңызға болады. Соңғы сурет, жақсы мақсатыңыз жетті деген, сол сурет сіздің миыңызда қалып, сол суретке жиі қайтып келіп ойлансаңыз, елестетсеңіз, сізге өзінен өзі миыңыз сол жетістікке жеткендей болып сезіне бастайсыз.
ол плацебо эффект дейді ғой. Сол плацебо эффект негізі визуализацияның артында тұрған нәрсе. Қорқынышты жеңіп, ескі керек емес нәрселеріңізден өміріңізден шығарғанда сізге жаңа жолдар ашыла бастайды. Бұл жерде пландаудың маңызы өте зор. Алдын ала мен бір мақсат, қандай мақсат менде, соны сіз жазып алыңыз жөн. Мен үлкен мақсаттарымды ылғи жазам. Әсіресе осы жаңа жыл келердің алдында мақсаттарым қайсысы орындалды осы жылы, келесі жылы қандай мақсаттар болады деп тізіп шығатынмын. Негізі мектептен бері мен ылғи блокноттарым көп болды, сол блокноттарға қандай мақсаттар жазып жүретінмін. Студент кезінде сол тайм менеджмент, ағылшынша сол уақытты басқару толған методикаларын, кітаптарын бәрін оқып шықтым. Соған өте ұнап айналысатынмын. Қазіргі таңда мен кішкене азырақ жазам. Бірақ сіз енді бастап келе жатқан болсаңыз, бұрын әсіресе өзіңіздің мақсаттарыңызды жазып жүрмесеңіз, қазір осы 2025-те сізде бастаңыз. Жазып, қандай мақсаттарыңыз бар, тізіп шығыңыз. 10 мақсат болса, оның жазып шығасыз. Сосын 10 мақсаттың ішіне ең маңызды мақсатым қандай деп, соны таңдап, бөлек жазып қойып, осы менің ең негізгі мақсатым, мен бұған күн сайын бір кішкентай әрекет болса да істеп тұрам деп, күн сайын бір әрекет істеп тұрмын. Басқалар жетістікке жетіп жатыр, неге сіз жетпейсіз? Неге мен емеспін деп ойлаңыз. Неге ол басқаларда миллиондаған ақша, басқаларда мансабы күшті, басқалардың денсаулығы жақсы, ал менде ондай емес? Неге сіз емес? Неге сізде сондай бола алмайсыз? Өмірде бәрі бар. Мысалы, менде ақша болса, басқада аз болады деген кейбіреулер ойлар туады. Ол менің денсаулығым жаман болса, басқаларда жақсырақ болады деген сөз сияқты. Олай емес қой, әркімде өзіне беріледі. Сол сияқты ақша да бәріне өз-өзіне беріледі. Мансабы да әркімге өз-өзіне беріледі. Өйткені адам өзінің өмірінің тізгінін ұстап тұрады. Өзінің өмірі өзінің қолында. Ол әрекетке байланысты, не істегеніне байланысты, қандай настроймен келгеніне байланысты өзінің өмірі өзгереді. Сіздің өміріңіз сіздің қолыңызда. Ешкім келіп сізге көмектеспейді. Ешкім сізге ештеңе көмектесу міндетті емес. Сіз Алладан күтіп отырсаңыз, келесі 2025 жыл тура солай өтеді. Мен айтып кеткен кеңестерім пайдалы болды деп сенемін. Келесі видеода кездескенше.